Достар, Асеканың арнасына Әселмен бірге арнасына қош келдіңіздер. Және достар, бүгін менде жаңа сериал болмақ. Жаңа сериал дегенде өзгерген қыз екінші сериал болмақ. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын, сондықтан да сіздерден лайк пен подписка күтемін. Мен түрімді өзгерткім келеді. Ақшаны қайдан алсам екен? Жарайды, қазір сабағымды оқып тастайын да, сосын көре жатармын. Сабағымды да оқып болдым. Мүмкін копить етіп жүрген ақшам бар еді ғой. Қаны көрейінші. Ал қай тартпамда еді? Мынауында ғой. Ал енді көрейін. Мәссаған, мына жерде біраз ақша жиналып қалыпты ғой. Ал енді бұларға уже ашадың да кез келіпті, толып қалыпты ғой. Так, бұл ақшаға не істесем болады екен? Мүмкін жаңағы Фарида айтқан секілді өзгерермін. Оның да түк қиындығы жоқ қой. То есть өзгерсем қалай? Ешкім мені мазақтамайды. Мүмкін өзгерермін шынымен де. Жарайды. Бірақ ертең. Мында пока тұра тұрсын. Ал мен ұйықтайын. Қайырлы түн. Қайырлы таң. Бүгін сабаққа бару керек еді ғой. Ұмытып кетіппін. То есть бүгін демалыс екен ғой. Ой. Жарайды. Мына копилканы не үшін қойып қойғанмын? Енді есіме түсті. Бүгін барсам екен. Мүмкін Фариданы шақырып көрейін. Ой, қалайсың? Фарида, келдің ба? Жақсы. Өзің қалайсың? Жақсы. Мен осындай копить етіп жүрген біраз ақшам бар еді. Осыған өзімді өзгертейін деп едім. Иә. Сонымен менің көмегім, қандай көмегім қажет? Сен маған көмектесе аласың ба? То есть менімен бірге барып... Менде идея бар. Менің анам салонда жұмыс істейді. Білесің бе? Сол анамнан сұрап көрейін, мүмкін тегін істеп берер. Не дегенмен менің жан досымдай болып кеттің ғой. Ой, жоқ, керек емес. Ой, жоқ. Менің анама барамыз. Жүр кеттік. Мыналарды тастай сал, по-любому анам алмайды. Жан досым десем, алмайды ғой. Орнына қойып қой. Жарайды, рахмет. Рахметті кейін айтасың. Жүр кеттік. Так, бірінші мына жерде барайық. Бұл жерде өте көп. Ал міне келіп те қалдық, анашым. Ау, қызым, келдің бе? Анашым. Мен сізден бірдеңке сұрайын деп едім. Сұрай ғой, қызым. Бұл менің жан досым. То есть барлығын айтып береді. Жарайды, әрине тегін істеп беремін. Келе ғой, отыра ғой. Саған алмен маска істейік. Осылайша олар түрлерін өзгертеді. То есть айнаш түрін өзгертеді. Әдем болып тұрсың. Рахмет сізге, анашым. Рахмет сізге көп-көп. Рахмет саған, Фарида. Ал енді жүр, көзіңді істетеміз. Көз істету мына жақта. Достар, менімен бірге результатын көрейік. Қызық өте. 1, 2, 3. Мәссаған қандай етеміз?
Айнаш өте әдемісің ғой, прям мәссаған, күштісің. Шынымен де ма? Айнадан тұрымды көрейінші. Вау, шынымен де, рахмет саған, Фарида. Я, күштісің прям. Енді осылай ертең сабаққа барасың, бәрі шоке болып қалатын шығар. Жарайды, мұнда отыра тұрайық. Алдымен мороженое жегім келіп тұр, мороженое жегіші. Алдымен карточка төлеу керек. Фарида, мынау сенің досың ба жаңағы? Айнаш? Айнашым өте әдемі, Вау, шынымен де күшті өзгеріпсің ғой? Рахмет, әпкем. Осылай сізді істеп бергеніңізге де рахмет, тегін істеп бергеніңізге. Ой, ол ештеңе емес қой. Өте әдемісіңдер. Рахмет. Жарайды, жүр кеттік. Ертең сабақ оқу керек. Сау болыңыз, анашым. Сау болыңыз. Осылайша біздің сериал бітпеді деп, ал біз жалғастырамыз. Так, біз өтіп кетсек болады ма? Сен кім емессің бе? Айнаш. Ай, кофемді болдым ғой. Айнашпын, ничего не болды. Не болды. Сендер өзгердіңдер ма? Ол менің кофем ғой. Өзгеріс бақып қатты. Мен өзгердім. Енді бұдан бұлай жаңа Айнашты көретін боласыңдар. Достар, бізде осымен сериал аяқталды. Сіздерге ұнаса міндетті түрде лайк пен подписка күтемін. Ал мен сіздермен қоштасамын. Всем пока!